Әзір бір ағым кетсе, екінші ағым келеді ғой. Біз жақсы не болуымыз керек. Білесіздер, әзір Қазақстанға шииттер келе жатыр. Бұның алдын алған жөн. Кезінде осы 2005-терде айтылғанда, бұл жаңағы уахабизм ағымы не қылу мүмкін, түбі жарылысқа апарады дегенде, қайдағы жоқ нәрсені айтасың, қайдағы жамандық шақырасыңдар деп жаңағы. 2010-да бірінші жарылыс болғанда, ойбай-ау, бұл кек қапты ғой деп отырамыз да біз сондай. Сол сияқты әзір Қазақстанға міне шииттер келе жатыр. Бұл ананың қарама қайшысы, бұл да елге пайда бере тұрған нәрсе емес. Бұның азғыруы одан да қаттырақ болады. Әлден алдын алсақ, бұның ауруы не болады, жеңіл болады. Кешегі Ашура күнінде білесіздер, олар ораза тұтпаған. Өздерін ұра бастады. Білесіздер, жаңағы Карбалада Хусейнге уафа қыла алмадық деп, сол күні өздеріне алады, қамшымен сабап, өздерінен қан шығарады. Осы нәрсеге қазақтың балдары да әсте-әсте өтіп жатыр. Бұлар осы сияқты емес, әлемдегі болып жатқан үлкен тойтарыс, соғыстың бәрі сол жаңағы шииттерменен мынау уахабизмнің несі. Анау Йеменді ұрып атса, мынау Сирияны ұрып, Құдай сақтасын, бұл нәрсенің салқын самалы бізге тимей қоймайды. Осыны бізде имамдар болсын, мынау мемлекеттегі жаңағы ішкі саясат болсын, осыны әзір жақсылап тұрып, жастарға, мектептерге, нелерге біз түсіндіруіміз керек бұл жаңағы. Олардың қатесі мыналарда емес, шаш етектен олардың да. Мұны Құран-ы Кәрімдегі Аллаху Субхану ва Тааланың жаңағы «Фанкиху ма таба лакум мина нисаи масна суласу руба» десе, олар айтады, ең жаманы мынау адамды жаман жолға итермелейтінен әйелдерден 2-4-еу, 2-2 көбейтсең 4-3-3-ке көбейтсең не 9-4-4 көбейтсең не 16-29 әйел алуға дейін рұқсат берілген. Екінші нәрсе, оларда мынау уақытша неке деген нәрсе бар, оны рұқсат береді. Ақидаға келген кезде олар біз мына мұжассим дейміз, мұшабих дейміз, басқа дейміз, Аллах Тағалаға мына құрал береді, көз береді, қол береді деп жатырмыз ғой. Оның қарама қайшысы. Бұлар Аллах Тағаланың сипаттарын мүлде мойындамайды жаңағы. Біз Ахлу Сүнна вал Жамаат өзімізді мынау жаңағы кітаптар, Абай атамыздың кітабында жаңағы қара сөздерінде және де жаңағы Ибрай Алтынсарин атамыздың несінде 14 сипатты білуіміз керек дейміз ғой. Бұл 14 сипаттың несінде біреуінде не қылмайды, мойындамайды. Осы сияқты айта беретін болсақ, өте үлкен не? Қате. Біз нағыз толеранттылық дейді ғой, нағыз толеранттылықты бұл Ахлу Сүнна вал Жамаат. Басқа дінмен болсын, нағыз толеранттылық. Біз Аллаға сенеміз, періштелерге сенеміз, кітаптарға сенеміз, пайғамбарларға. Адам алейхиссаламнан бастап не? Мұхаммад алейхиссалам. Оның арасындағы пайғамбарлар Иса болсын, Закария болсын, Яхия болсын, Муса болсын, Харун болсын. Ал басқа діндегілер ешқашан баласының атын Мұхаммад қоймайды, толеранттылық дейді, бірақ балаларының атын ешқашан не Абу Бакр қоймайды. Бар қойған бар ма? Енді Ахлу Сүнна вал Жамаат біз балдарымыз атын Абу Бакр қоямыз, Омар қоямыз, Усман қоямыз, Али қоямыз, Фатима қоямыз, Хасан Хусейн қоямыз. Шииттер ешқашан балдарының атын Абу Бакр, Омар, Усман қоймайды, Айша деп қоймайды. Айша анамызға жала жауады. Құм деген қаласына тіпті Құдай сақтасын, иттің атын Абу Бакр қояды екен. Мынау ағымдарменен біз олар хадисті мойындаса, ол шииттер хадисті мойындамайды, олар Құран дейді, 5-ақ сахабаны мойындайды. Али радиаллаху Хасан Хусейннен бөлек, Ахли байттан бөлек 5-ақ сахабаны мойындайды. Салман Фарисиді мойындайды, Абу Зарды мойындайды, Мехтатты мойындайды, Амр ибн Ясирді мойындайды. Осы сияқты 5-ақ сахабаны. Сіздің Құран, Сүнна, біздің Кутубы Ситта
олар не қылмайды, оның бәрін қате дейді. 3 уақыт намаз дейді, сол сияқты көп мәселе. Одан біз не болуға ықтият болмыз. Мұсылман болған кезде адам біреумен ерегісу үшін, біреумен қақтығысу үшін емес, өткендерді жек көру үшін емес, бүкіл өткен жақсылардың жақсылығын өзінің бойына жинау үшін. Бұл жөнінде де, әлбетте, шииттер жөнінде де біз олардың ақидасы қалай не, олардың ұстанымы не, ол жөнінде де жақсылап айтып, халықтың, жастардың құлағына құйып қойса, ол нәрсе болады.